Жалғыз өз тұратын жүкті қыз бір әжейге түнемелікке үйінен орын берді. Бірақ таңертең өзін не күтіп тұрғанын ол тіпті елестете алмады. Алматының кешкі көрінісіне терезеден қарап тұрып, ішімнен терең бір күрсіндім. 7-ші айға аяқ басқан жүктілік денемді ауырлатып, соңғы кездері мұндай сәттер жиілей бастады. Сыртта қара суық күздің жаңбыры себелеп тұр. Ал менің жаңа ғана көшіп келген 2 бөлмелі пәтерінің іші жып-жылы. Осы үйді алғандағы қуанышымды сөзбен айту жеткізу мүмкін емес еді. Бұрынғыдай жалдамалы пәтерде емес, өз баспанамда, болашақ сәбиімді алаңсыз күтетіме сенімді болдым. Үйдің іші дайындықтың белгісіндей болып тұр. Қабырғаға ілінген кішкентай сөреде жүргектер мен ойыншықтар, бұрышта құрастырылып қойылған ақ түсті бесік. Мұның бәрін жалғыз өзім, ешкімнің көмегінсіз жасадым. Менің жасым 28-де, мамандығым дизайнер. Тапсырыстарды үйден қабылдап, компьютердің алдында отырып-ақ нәпақамды тауып жүрген жайым бар. Бұл жұмыстың бір жақсысы, ешкімге тәуелді емессің. Бір жаманы, оңашалыққа үйреніп кетесің. Кейде күні бойы тіл қататын адамын болмай, қабырғамен сырласқандай күй кешесің. Әсіресе қазір, ішімдегі періштем қимылдаған сайын, осы жалғыздық жаныма бата түседі. Кішкентай бөлмеге кіріп, сәбиге арнап тоқыған жүн шұлықты қолым алдым. Тым кішкентай, әрі жұп-жұмсақ, еріксіз ерніме күлкі үйірілді. Бірақ сол сәтте көз алдыма арманның бейнесі келе қалды. Осыдан 5 ай бұрын менің жүкті екенімді білгендегі оның түрі әлі есімнен кетпейді. Алғашында қатты қуанған, біздің баламыз болады деп, мені айналдыра көтергені кеше ғана сияқты. Бірақ сол қуаныш ұзаққа созылмады. Оның ата-анасы некесіз бала дегенді естігенде нағыз дауыл көтерді. Ел жұрт не дейді? Басымызды жерге қаратпақпысың, ол қызды танымаймыз, танығымызда келмейді деген сөздер арманның жігерін құм қылды. Ол отбасымен менің арамда екке бөлініп, ақыры ата-анасының қысымына шыдай алмады. Соңғы кездесуіміз есіме түссе, жүрегім әлі күнге дейін сыздайды. Айзере, кешірші, мен оларға қарсы келе алмаймын. Әкеннің денсаулығы онсыз да нашар, деді де, көзіме тік қарай алмай басын төмен салды. Мен үндемедім. Не деймін? Оны ұстап қалуға дәрменім болмады. Ол кетті. Содан бері не хабар, не ошар жоқ. Мүмкін басқа өмір бастап кеткенде шығар. Ал мен оның бір бөлшегін, біздің махаббатымыздың жемісін құрсағымда көтеріп, жалғыз қалдым. Алғашында қатты қиналдым. Түндер бойы жылап, тағдырыма налған сәттерім көп болды. Бірақ бір күні, ішімдегі сәбиімнің алғашқы тепкісін сезгенде, барлық өзгерді. Мен енді жалғыз емес екенімді түсіндім. Менің өмірімнің мәні, менің қорғаным, менің бар байлығым осы кішкентай жүрек. Сол күннен бастап өзімді қолға алдым. Жылап сықтауды доғарып, болашағым үшін күресуге бел будым. Арман кетті, бірақ өмір жалғасуда. Мен мықтымын. Балапанымды ешкімге зар етпей, жалғыз өзім-ақ аяққа тұрғызамын. Сырт көзге нәзік, момақан көрінгенмен, ішімдегі қайратым тау қопаратындай. Қолындағы жұмсақ шұлықты иіскеп, орнына қойдым да, ауыр қимылмен ас үйге қарай беттедім. Кешкі шайымды ішіп, ертеңгі жұмысымның жоспарын құруым керек. Ендігі әрбір күнім менің ғана емес, біздің болашағымыз үшін маңызды. Бұл жалғыздықта менің жалғыз жанашырым, жан құрбым Мадина. Оның дауысын естімесем, күндерімнің қалай өтіп жатқанында білмей қалар едім сірә. Күнде кем дегенде 2 рет хабарласады. Таңертең, түнімен тыныш ұйықтадым ба, кішкентай тепкілемеді ме деп, кешке, не ішіп жедім, өзімді күт деп қоңырау шалады. Астанада тұрса да, жарымда жүргендей қамқорлық танытады. Сол баяғы әдетімен WhatsApp-тың видео қоңырау арқылы тесіле қарап, бетімнің солғын тартқанын, көзімнің ісінгенін бірден байқап қояды. Жаным-ау, тағы да жыладым ба? Болмайды ғой саған уайымдауға, дейді дауысы жұмсарып. Мен болсам, жоқ, жай ұйқым қанбады деп сылтау айтып, күлуге тырысамын. Бірақ оны алдай алмайсың. Бір-бірімізді 10 жылдан бері білеміз. Ол менің әрбір қимылымнан ішкі жан дүниемде не болып жатқанын сезіп қояды. Менің қасында болғанда ғой Мадин деп айта жаздап, тілімді тістеймін. Оның да өз отбасы, балашағасы бар. Оған қосымша жүк болғым келмейді. Сондықтан барымды салып, бәрі керемет деген жалған бейнені сақтауға тырысамын. Бірақ телефонды қойған соң, 4 қабырға маған қарап тұрғандай болып, жалғыздығым жаныма одан сайын батады. Жалғыздығымды сездіретін тағы бір адам бар. Ол көршім Сәуле апай. 1-ші қабатта тұрады. Ол кісінің негізгі жұмысы терезеден сығалап кімнің қайда, қашан, кіммен бара жатқанын түгендеп отыру. Әр көрген сайын жаны ашығансып, «Қарағым-ай, жалғыз өзің қиналдың-ау?» деп бастайды да, артынша сұрақтың астын алады. Ана жігіт мүлдем хабарласпай қойды ма? Атанаң неге келмейді? Осындай кезде қасында болмай ма? Пәтерді қалай төлеп жүрсің? Жұмысың бар ма өзі?
деген сияқты сұрақтары жүрегіме инедей қадалады. Менің жеке өмірім ол кісі үшін күнделікті көретін арзан қол сериал секілді. Жауап бергім келмей, бәрі жақсы апа, асығыспын деп құтылып кетем. Содан кейін оның артынан тәрбиесіз деп күбірлегенін естіп, ішім удай ашыды. Ол менің жағдайымды бүкіл подъездге жайып үлгергеніне күмәнім жоқ. Кейде дүкенге шығуға да қорқамын. Тағы да сол кісіге жолығып, жағымсыз әңгіме естіп қалам ба деп уайымдаймын. Оның мейірімі мені тұншықтыратындай. Ешкімнің аяушылығын қаламаймын, маған тек тыныштық керек. Ішімдегі періштемді аман-есен дүниеге әкелу үшін маған тек тыныштық қана керек еді. Сол күні кешкісін Алматының аспанын қара бұлт торлап, жаңбыр шелектеп құйып тұрды. Тереземе тырсылдап ұрған тамшылар менің жалғыздығымды одан сайын асқындырғандай. Ішімдегі шаранам қимылдап қойғанда, алақаныммен сипап, өзімше жұбатқан болдым. Осы шағын пәтерде екеуміз ғанамыз, болашақта да солай болатын шығар. Осы ойдан қашқым келіп, теледидарды қостым да, дыбысын қаттырақ шығардым. Ешкім сөйлемесе де, үйдің іші адамның даусына толсыншы дегенім ғой. Кенет есікті біреу ақырын ғана қақты. Денем тіксініп кетті. Бұл уақытта кім болуы мүмкін? Құрбым Мадина келетін болса, алдын ала хабарласатын еді. Ал көршін Сәуле апай болса, есікті осылай ұялық қақпай, қоңырауды басып жанды шығарар еді. Жүрегім аттай тулап, есіктің көздейінен сығаладым. Табалдырықтың алдында жаңбырға малмандай болып, өғы қушып бүрсеңдеп тұрған қарт әжейді көрдім. Ескі, позығы жеткен күртешесінен су сорғалап, басындағы ақ жаулығы да дымғылдан қалтты. Аяқ астынан бойымды бір аяушылық сезімі биледі. Менің апам осы кісімен шамалас еді. Орнынан тұрып, есіктің құлпын аштым. Әжей мені көре сала, жылап жіберердей болып. «Қарағым-ау, кешір мазалағанымды», деді дірілдеген дауыспен. «Ұзынағашқа кететін соңғы автобусымнан қалып қойдым. Қалада туысымда жоқ еді. Далада қалдым ғой айналайын. Бір түнге ғана, таң атқанша пана бола тұршы. Өтінемін, Құдайым алдыңнан жарылғасын». Оның көзіндегі мұң мен жалынышқа қарап тұрып, жоқ деп айту мүмкін емес еді. «Жоқ апа, танымайтын адамды кіргізе алмаймын» деп, тас жүрек болып есікті жауып алсам, түні бойы ұйқым бұзылар анық. Қазақтың қонақ келсе құт келеді деген сөзі ойыма оралды. Менің де ішімде біреудің несібесі жатыр ғой. «Әрине апа, кіріңіз, далада тұрмаңыз, суықтап қаласыз» дедім де, есікті кеңірек ашып ішке қарай жол сілтедім. Ол кісі қуанғаннан екі бетімен сүйіп, алғысын жалдыра кірді. Өзін Күләш апа деп таныстырды. Мен оның су күртешесін шешіп, ілгішке ілдім де, жылы орамалмен өзімнің жұмсақ қалатынды сондым. Ол ыңғайсыздана киініп жатқанда, мен ас үйге барып тездетіп шай қойдым. «Ой қызым-ай, мына қонақ жайлылығына рахмет, жалғыз тұрасың ба?» деді. Ол бөлмелерге көз жүгіртіп. «Е апа, жалғызбын» деп қысқа қайырдым. Ішімдегі балам туралы айтуға әзірге батпадым. Ол залға жайғасқан соң, ыстық шай мен кешкі астан қалған тамақты алдына қойдым. Әбден томып ашыққан екен, рахаттана ішіп жеді. Әр тамақ жұтқан сайын «Алла разы болсын» деп қояды. Оның осы бір мейірімге толы келбетіне қарап отырып, жүрегім жылып, жалғыздығым сәл де болса сейілгендей болды. Ол менің аяғым ауыр екен байқадыма білмеймін, бірақ маған ерекше бір жылылықпен қарады. Біраздан соң ұйқысы келіп, көзі жұмыла бастады. Мен зал бөлмедегі диванға көрпе төсек салып бердім. Ол ұйықтар алдында тағы да батасын беріп, мені алтын қыз деп мақтаумен болды. Мен өз бөлмеме кіріп, есікті жаққанда, ішімде бір түрлі тыныштық орнады. Бейтаныс адамды үйге кіргізгенім дұрыс болды ма деген күдікті ойды қуалап, жақсылық жасадым ғой деп өзімді жұбаттым. Сыртта жаңбыр әлі басылмаған, ал менің пәтерімде тағы бір жанның тынысы естіліп жатты. Таңғы сәуленің тереземді сығалап, бетімді сипағағаннан емес, үй ішін алған керемет иістен ояндым. Бұл нағыз балалық шағымның, әжемнің ыстық алақанының иісі еді. Қуырылған бауырсақтың тәтті жұпары мұрнымды жарып, аузыма сілекей үйірді. Жастықтан басымды көтеріп құлақтырдым. Ас үйден ыдыстың сылдыры, біреудің ыңылдап ән айтқан дауысы естіледі. Күләш апа. Түнімен оны ойлап, әр түрлі жамандыққа жорып, мазасыз ұйықтағаным үшін өзімді өзім сөктім. Міне, нағыз қамқорлық. Бөлмемнен ақырын шықсам, пәтерімді танымай қалдым. Шашылып жататын кітаптарым әдемілеп жиналып, диванның үстіндегі жамылғым түсіріп, тіпті кеше-кеште шешіп тастаған киімдерімде жинаулы тұр. Ас үйге қарай аяғымның ұшымен бастым. Күләш апа үстіне менің халатымды киіп алып, басына ақ орамалын тартып, алдына алжапқыш байлап, нағыз үйдің иесіндей шаққылап жүр. Газ плитасындағы қазанда май қызып, аппақ домаланған бауырсақтар бірінен соң бірі пісіп жатыр. Дастархан жаюлы, кеселер қойылған, сары май, қаймақ, тәтті тосап, бәрі дайын. Ой апатай-ау,
неге сонша әуре болдыңыз? Ұйқымды қимай жата бермей, ертерек тұруым керек еді, дедім ыңғайсызданып. Ол маған қарай жымия бұрылды. Жүзінен нұр тамып, мейірімі төгіліп тұр. Ояндым ба қарағым? О, не дегенім? Сенім жағдайында демалу керек. Қазір екеуміз ыстық шаймен бауырсақ жеп, бір жасап қаламыз. Екі қабат әйелге ыстық наннан артық аш жоқ деп, мені орындыққа отырғызды. Дәл осы сәтте ішінде жылылық пайда болып, өзімді көптен бер сезінбеген қамқорлықтың құшағында отырғандай болдым. Бәлкім бұл маған кездейсоқ келген періште шығар. Мүмкін тағдырым маған анандай қамқор болатын жанды осылай жолықтырған болар. Шай құйып жатып, ол кеше түнде креслоның жанына іліп қойған ескі күртешесін қолын алды. Қалталарын ақтарып орамалын іздегендей болды. Сол кезде күртешесінің етебінен бірдеңе сырғып түсіп, паркет еденге жалп ете қалды. Екеуміз де байқамадық. Ол орамалын тауып, басын қайта байлап жатқанда, мен шайдан ұрттамақ болып еңкейгенімде, еденде жатқан ескі, шеттері сәл жыртылған суретке көзім түсті. Қызығушылықпен қолым алдым. Сурет ескі, ақ қара түстеді. Онда жас келіншекпен оның қасында тұрған 4-5 жасар кішкентай бала бейнеленген. Баланың күлкісі, сәл қиылып тұрған көздері, тіпті құлағының қалқанына дейін. Мен сілейіп қатып қалдым. Денем мұздап, қолымдағы суретті дірілдей ұстап отыра бердім. Суреттегі бала Арман. Арманның бала кезі. Ешқандай күмәнім жоқ. Көз алдыма оның маған көрсеткен бала кездегі суреттер келді. Дәл осы, дәл сол бала. Жүрегім атқақтай соғып, басым айналып кеткендей болды. Күләш апаға жалт қарадым. Ол ештенеден хабарсыз, бауырсақтардың артығын тәрелкеге салды жатыр. Бұл қалай? Жоқ, мүмкін емес. Жай ғана ұқсастық шығар, деп өзімді сендіруге тырыстым. Дүниеде бір-біріне ұқсайтын адамдар көп емес пе? Әсіресе балалар. Бәрі бір-біріне ұқсайды ғой. Жүктілік кезіндегі гормондардың кесірінен бәрін асыра ойлап, әр нәрседен бірдеңе іздейтін әдетім екенін өзіме ескерттім. Бірақ ішімдегі бір дауыс. Жоқ, бұл жай ғана ұқсастық емес, деп айқайлап тұрды. Суретті асығыс халатымның қалтасына тыға салдым. Аузыма салған бауырсағым тамағыма кептеліп жұта алмай қалдым. Үйдің ішіндегі жаңағы жайлылық пен жылулық бір сәтте ғайып болып, оның орнын түсініксіз бір суық үрей басты. Таңертеңгі ыңғайсыздықты ұмытуға қанша тырысқаныммен, ішімде бір құрт жыбырлақ қоймады. Күләш апаға жылы шырай танытып, ештеңе сездірмеуге тырысқаныммен, көзімнің қиығымен оның әрбір қимылын бағып отырдым. Ол түстен кейін жолға жинала бастағанда, ішімнен бір жағынан жеңілдеп, екінші жағынан сол тапқан суретімді қалай сұрарымды білмей дал болдым. Бірақ табиғаттың өзі, ол кісінің кетуіне қарсы болғандай, түске таман аспанды қап-қара бұлт торлап, шелектеп жаңбыр құйып жіберді. Керезеге сабалаған тамшылар даңғырлап, сыртта нағыз топан су басталғандай, Күләш апа күрсініп, далаға уайыммен көз тастады. Қарағым-ай, мына сұмдық жауынды қараш, толастайтын түрі жоқ қой. Бұндайда ұзын ағаш түгілі, қаланың ішіндегі автобустардың өзі жүрмей қалады. Мына түріммен жолға шықсам, жетем дегенше малмандай су болып, өкпеме суық тигізіп алармын. Рұқсат етсең, бүгін тағы бір түн паналай тұрайыншы, ертең күн ашылар, сәтімен жолға шығармын, деді жалынышты үнмен. Не деймін, жүрегім жоқ, жібер деп тұрса да, аузым, әрине апа, ештеңе етпейді, күн райы тұрақтанғанша бола тұрмыз деді. Қазақы тәрбие, үлкенге жоқ дей алмау менің бойымды билеп алды. Оның үстіне, ішімдегі періштем бе, әлде күдігім бе, бір күнде не өзгеріп кетер дейсің, бекерге адамды ренжітпе деп сыбырлағандай болды. Өзімді өзім сендірдім. Жай ғана ұқсастық шығар, бекерге байғұс кемпірден сезіктеніп отырмы ғой, деп ойладым. Солайша Күләш апа тағы бір күнге қалды. Кешкі асқа ол тағы да дәмділеп тамақ әзірледі. Үйдің ішінде жағымда иіс аңғып, жайлылық орнады. Мен жұмысыма кірісіп, ноутбегімді ашып отырғанда, ол жатын бөлмеме кіріп, балаларға арналған заттарды ұстап, тамашалап біраз тұрды. Тіпті қандай көрпесін-ай, нәп-нәзік киімдерін-ай, Алла ұзағынан сүйіндірсін, айналайын, ұлма қыз ба деп сұрады. Мен 30 жыл болады дегенімде, оның жүзінен ерекше бір нұр төгілгендей болды. Бірақ ол нұр мейірімнен гөрі бір жеңістің, мақсатқа жеткен адамның қуанышына ұқсайтын сияқты көрінді мақалай. Түн ортасы ауған кез. Жаңбыр сәл басылған, бірақ әлі тырсылдап тұр. Мен өз бөлмемде ұйықтай алмай, кітап оқып жатқам. Үй іші тып-тыныш. Кенет қонақ бөлме жақтан, Күләш апа жатқан диваннан сыбырлаған дауыс естілді. Әуелі мән бермедім, ұйықсырап сөйлеп жатыр ма деп ойладым. Бірақ сыбыр тоқтамады. Ол біреумен телефон арқылы сөйлесіп жатқан сияқты. Есікті сәл ашық қалдырған екенмін. Дауыс анығырақ естіле бастады. Қызығушылық жеңіп, аяғымның ұшымен есікке жақындадым. Телефонның ар жағындағы адамның дауысы естілмейді.
Тек Күләш апаның өзімсінген, бірақ асықпай, нық сөйлеген сыбыр ғана жетеді. Иә, бәрі ойдағыдай, уайымдама, сен тек тыныш отыр, аз қалды, төзе тұр. Денем мұздап сала берді. Кіммен сөйлесіп жатыр? Кімге тыныш отыр дейді? Осы сәтте оның даусы одан сайын баяулап, бірақ әрбір әрпі құлағыма сынақ аққандай болып енді. Жақында ұлды боламыз. Ұлды боламыз. Ол ұлды болады демеді. Біз ұлды боламыз деді, көпше түрде. Мен, ол және телефонның ар жағындағы белгісіз біреу. Менің балам, біздің баламыз. Бұл сөздер менің миыма оқтай қадалды, жүрегім тоқтап қала жаздады. Дереу қолымды ішіме қойып, әлі дүниеге келмеген сәбиімді қорғаштағандай болдым. Бөлмеме қалай кіріп кеткенімді білмеймін. Артынан есікті дыбыссыз жауып, ілгегін салдырып алдым. Денем қалтырап, суық тер шығып кетті. Жаңа ғана үй ішіндегі жайлылық, мейірімді әже бейнесі бір сәтте быт-шыт болды. Енді бұл үй менің қамалым емес, мен тұзаққа түскен тор сияқты еді. Ал сол торды құрған адам дәл қазір келесі бөлмеде менің баламды біздікі деп атап, тәтті ұйқыда жатқандай кейіп танытып жатыр. Менің күдігім бекер емес екен. Бұл жай ғана қарт кісінің адасуы емес, бұл алдын ала құрылған зымиян жоспар. Сол бір сөздер құлағымнан кетер емес, миымның ішінде жаңғырық сияқты айналып алды. Жақында ұлды боламыз. Кім ұлды болады? Кім біз? Жүрегім атқақтап, алақаным терлеп кетті. Құрсағымдағы сәбиім қозғалақтап, осы бір жайсыздықты сезгендей тыпырши бастады. Мүмкін мен дұрыс естімеген шығармын. Мүмкін басқа нәрсе туралы айтқан болар. Өзімді осылай сендіруге тырысқаныммен, ішкі түйсігім алдамайтынын білетінмін. Бұл сөздер маған, менің балама тікелей қатысты айтылған сияқты еді. Күні бойы Күләш апаның қасынан шықпай, оның әрбір қимылын, әрбір сөзін андыдым. Бірақ ол ештеңе білмегендей, күйбен тірлігімен жүре берді. Дастарханға тәтті тоқаштар қойып, менің денсаулығымды сұрап, нағыз қамқор әженің рөлін мінсіз ойнады. Оның осы бір мейірімге толы кейпі мені одан сайын шошытты. Мұндай екіжүзділік қалай мүмкін? Кешкі ас үстінде шыдай алмадым. Жүрегімнің дүрс-дүрс соққанын селдірмеуге тырысып, барынша жай барақат сөйлеуге тырысып бақтым. Апа, кешіріңізші. Бүгін бөлменіздің жанынан өтіп бара жатып, құлағым шалып қалды. Біреумен телефон арқылы сөйлесіп жатқан сияқты едіңіз ғой, дедім демімді ішіме тартып. Ол бір сәтте ойланған жоқ, тіпті қабағында шытпады. Бетіндегі жылы жымиысы сол қалпы маған мейірлене қарады да, сол ма жарығым? Қызым ғой хабарласқан, біздің Марта деген мысығымыз бар еді, соның құрсақ көтергенін айтып жатыр. Құдай қаласа жақында марғаулайды. Ветеринарға апарыпты. Біреуі еркек сияқты депті. Соған мәз болып отыр бейшара. Ұлды боламыз деп қуанғанын көрсең, деді күліп. Оның даусы сондай сенімді, сондай жайдар шықты. Жауабы тым мінсіз, тым ойластырылғанда естілді. Әлдебір пьесадағы алдын ала жаттап алған сөздер сияқты. Менің сұрағымды күтіп отырғандай, бірден дайын жауапты бере салды. Нағыз әңгімелерде мұндай мінсіздік болмайды ғой. Адам бір сәт ойланады, есіне түсіруге тырысады. Ал ол болса бірден, еш мүдірместен жауап берді. Оның еркек марғал туралы әңгімесі менің құлағымдағы ұлды боламыз деген сөзбен дәлме-дәл келуінің өзі ақылға сыймайтын сүйкестік еді. Солай ма? Дедім мен жай ғана. Ішімдегі дауылды ешкімге сездірмей күлімсіреген болдым. Бірақ сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Менің үйімде жай ғана адасып қалған қарт әже емес, өте қауіпті, өз мақсаты бар адам отыр. Оның мейірімді жүзі жай ғана бетперде, ал сол бетперденің артында не жасырынып тұрғанын ойлағанда, денем мұздақ қоя берді. Күдігім енді жай күдік емес, сенімге айнала бастады. Телефонның үстел үстінде жатып, кенет тірілдегеннен денем тітіркеніп кетті. Әлгінде ғана естіген сыбыр менің миымнан әлі кетер емес еді. Жақында ұлды боламыз. Бұл кімнің ұлы? Күләш апа шынымен мысық туралы айтты ма? Айзереу, сенің де паранояң ұстап, жөнсіз күдіктене беретін болдың ғой, деп өзімді сөгіп жатқанда, телефон экраны тағы да жарқ етті. Бұл жолы хабарлама келген екен. Кімнен екенін көрейін деп телефонды қолыма алғаным сол еді. Денем мұздап қатып тұрып қалдым. Экранда айлар бойы үнсіз болған, менің барлық хабарламаларым мен қоңырауларымды жауапсыз қалдырған сол бір таныс есім тұрды. Арман. Жүрегім кеудемді жарып шығардай дүрс-дүрс соғып, саусақтарым дірілдеп хабарламаны әрең аштым. Сәлем Айзере, қалың қалай? Мен көп ойландым, өкінем. Баламыз қалай? Аман есен бе? Өтінемін, жолығайықшы. Сөйлесетін маңызды әңгіме бар. Көзіме ыстық жас үйіріліп, экрандағы әріптер бұлдырап кетті.
Қаншама түнмен осы сөздерді күттім. Оның хабарласқанын, өкінгенін, қайтып оралғанын қаладым. Бәрін кешіруге, ұмытуға, тек сәбиіміз үшін қайта бастауға дайын едім. Бірақ неге дәл қазір? Неге айлар бойы үнсіздіктен кейін, үйіме бейтаныс әжей келіп қонғаннан кейінгі күні? Дереу миыма Күләш апаның телефонмен сөйлескені сап ете түсті. Бәрі ойдағыдай, тыныш отыр. Жақында ұлды боламыз. Арманның хабарламасы. Баламыз қалай? Жолығайықшы. Жоқ, бұл жай ғана сәйкестік болуы мүмкін емес. Мүмкін емес. Бойымды бірден мұздай суық үрей биледі. Арман. Ол анасы мен әкесінің қысымына шыдай алмай кетіп қалды емес пе? Ал егер оның отбасы басқа жоспар құрса ше? Егер олар менен баланы тартып алудың амалын қарастырып жатса? Егер осы мейірімді кейіп танытқан Күләш апа сол жоспардың бір бөлістардың бір бөлі, жағдайымды біліп, ең әлсіз сәтімді күтіп жүрген шығар. Ішімдегі сәбиімде анасының бойындағы дүрбелеңді сезгендей қатты теуіп жіберді. Қолыммен ішімді сипап, тыныш, ботағаным, тыныш, деп сыбырладым. Бірақ өзім тыныштала алар емеспін. Бар ойым сансаққа жүгіріп, басым қазандай болып кетті. Мына мейірімді әжейдің қызының жүкті мысығы туралы айтқаны енді маған нағыз ертегі сияқты естілді. Өте ыңғайлы, өте мінсіз өтірік. Не істеуім керек? Арманға не деп жауап беремін? Иә, келісейік деп жазсам, өз аяғыммен қасқырдың апанына кіргендей болмаймын ба? Ал егер үндемесем, олар басқа әрекетке көшпей ме? Менің әрбір қадамымда аңдып отырғандай сезім пайда болды. Осы пәтер, менің жалғыз қамалым, енді қауіпті тұзаққа айналғандай. Енді ешкімге сене алмаймын. Тіпті қасымдағы мейірімді кейуанаға да. Телефонның экранынан күліп, жыпылықтаған курсорға қарап ұзақ отырдым. Ойымда екі түрлі сезім арпалысты. Бір жағынан оның қайта оралуын күткен үміт. Екінші жағынан бұл соңғы үмітімді де күл талқан ететін опасыздықтың иісін сезген қорқыныш. Менің жүктілігім, менің әлсіздігім олар үшін ең тиімді қаруға айналып бара жатқандай еді. Арманнан келген хабарламадан кейін санама салмақ түскендей болды. Жүрегімнің лүпілі құлағыма естіліп, дем алуым жиілеп кетті. Неше ай бойы хабарсыз кеткен адамның дәл қазір Күләш апа менің үйімде жүргенде жазғаны жай сәйкестік емес. Жоқ, бұл сәйкестік болуы мүмкін емес. Әжейдің ұлды боламыз деп сыбырлағаны, артынша мысық туралы айтқан сенімсіз ертегісі, енді міне Арманның кешірім сұрап баланы білгісі келетін өтініші. Бәрі бір шынжырдың бөліктері сияқты. Басым қатып, ойларым шашырап кетті. Енді ешкімге сене алмайтынды түсіндім. Мадинаға да айта алмадым, оны босқа уайымдатқым келмеді. Әрі өзімнің бұл күдігім ақылға қонымсыз көрінеме деп қорықтым. Түн ортасы ауған шақ. Пәтерде тырс еткен дыбыс жоқ. Тек қонақ бөлмедегі диванда жатқан Күләш апаның ақырым ғана сырылдап демалған естіледі. Мен өз бөлмемде төсегімде жатырмын, бірақ ұйқы көзіме ілінбеді. Ойымда бірақ нәрсе, әжейдің сол үнемі өзімен бірге алып жүретін, тозығы жеткен шағын қара сөмкесі. Ол оны еш қашан жанынан тастамайды, тіпті дәретханаға барса да өзімен бірге алып кіреді. Ішінде не бар соншалықты? Қиялымда түрлі сұмдық суреттер пайда бола бастады. Мен өзімді өзім, жүктіліктің кесірінен гармондар ойнап, миын істемей қалған шығар айзере деп, тыныштандыруға тырыстым. Қартайған адамға жала жауып, күнәға батпа деді ішкі бір дауысым. Бірақ екінші, аналық түйсіктен туған дауыс маған тыныштық бермеді. Ал егер күдігің рас болса ше, егер құрсағындағы сәбиіне қауіп төндірсе ше? Осы ойдан денем мұздап кетті. Жоқ, мен бұлай қол қусырып отыра алмаймын. Шындықтың не екенін білуім керек, қандай жолмен болса да. Орнымнан ақырын тұрдым. Салмағымнан шыққан еденнің майысқан сықырынан өзім шошып кеттім. Бір сәт тындап, қонақ бөлмеге құлақ түрдім. Тыныштық. Әжейдің бір қалыпты демі естіледі. Мен аяғымның ұшымен басып бөлмемнен шықтым. Пәтер іші қараңғы. Тек терезеден түскен қала шамдарының әлсіз жарығы ғана жол көрсетеді. Әрбір қадамды санап басып, жүрегім кеудемді жарып шығардай соғып келеді. Міне, диванның жанындағы кішкентай үстелдің үстінде сол сөмге тұр. Өз ісімен өзім ұялып, бетім ду ете қалды. Құдай-ау, мен не істеп жатырмын? Бейтаныс болса да үлкен кісінің затын ақтармақпын ба? Бұл ұрлықпен бірдей емес пе? Бірақ Арманның хабарламасымен әжейдің сыбыры көз алдынан кетпей, маған батылдық бергендей болды. Бұл менің үйім, бұл менің баламның болашағы. Менің оны қорғауға толық құқым бар. Терең дем алып, дірілдеген қолымды сөмкеге создым. Ескі темір тоғасы салқын тиді. Оны ашқандар шыққан, сырт еткен дыбыстан қатып қалдым. Әжей қозғалғандай болды. Мен демімді ішіме тартып, көлеңкеге жасырына қалдым. 1, 2, 3. Тыныштық. Ол жай ғана бір жағына аунап түскен екен.
Мен сөмкені қолыма алып, тезірек өз бөлмеме қарай беттедім. Есікті іштен ілмекпен жауып, төсегіме отыра кеттім. Жарықты жағуға қорықтым. Тек телефонымның шамын жағып, сөмкенім ішіне үмілдім. Жүрегім аттай тулап, ішінен қандай құпия шығарын күттім. Бірақ не тапсам да, енді артқа шегінбейтінімді білдім. Күләш апаның қорлы естілетін бөлмесінің есігін ашуға жүрегім дауаламады. Бірақ амалым қанша? Ішімдегі күдік деген құрт жебедей жеп барады. Арманның кенеттен пайда болуы, әжейдің жұмбақ телефон әңгімесі, анау сурет. Бәрі бір-бірмен байланысып, мені тығырыққа тіреп тастады. Енді ешкімге сенбеймін, ең алдымен өзіме сенбеймін. Мен шындықты білуім керек. Аяғының ұшымен басып, қонақ бөлмеге келдім. Әжей диванда бүк түсіп жатыр екен, аузын сәл ашып, бір қалыпты дем алып жатыр. Қасында еденде оның кішкентай ескі сөмкесі тұр. Қара түсті, терісі сыдырылып, тот басқан темір үлгегі бар сөмке. Осы сөмкенің ішінде мені мазалаған сұрақтардың жауабы жатқандай көрінді. Өз ісімнен өзім ұялып, бетім ду ете қалды. Қазақта қонағыңды құдайыңдай сыйла демей ме? Ал мен не істеп жатырмын? Бейкүнә қарт ананың затын ақтарып, ұры тәрізді түн жамылып жүрмін. Бірақ артқа шегінерге жол жоқ еді. Мен ішімдегі кішкентай періштем үшін бәріне дайынмын. Тіземді бүгіп отыра қалып, сөмкенің салқын темірін ұстадым. Жүрегім дүрсілдеп, тамағыма тығылды. Әжей оянып кетсе не болады? Мен не деп ақталар едім? Кешіріңіз апа, мен сізді шпион деп ойлап қалдым деймін бе? Күлкілі, қорқынышты. Ілекті ақырын дыбыс шығармай ашуға тырыстым. Шық еткен дыбыстан денем тіркеніп кетті. Әжей жатқан жағына бір аунап түсті де, қайтадан тынышталды. Мен дем алуды да ұмытып кетіппін. Терең тыныстап, сөмкенің ішіне үмілдім. Ішінен көгерген иіспен араласқан әлде бір дәрінің иісі мұрныма келді. Бірінші қолыма іліккені гүлді орамалмен тозығы жеткен күртеше болды. Киімдер ұқыпты бүккелген. Одан әрі ақтардым. Міне, кішкентай қалтадағы дәрі-дәрмектер, жүрекке арналған тамызғыш, бас ауруына шетін бір-екі түйір дәрі. Ештеңесі күдіктемес. Қарт адамның қасында жүретін қалыпты заттар. Сөмкенің түбінде барқытпен қапталған кішкентай жайнамаз жатыр екен. Оны көргенде тоным мұздап өзінен өзім жиіркеніп кеттім. Мен намаз оқитын адамның затын ақтарып отырмын. Ақмақ, дедім ішімнен. Не ойладың өзің? Жүктіліктің гормондарынан есінен алжасып барасың ба? Бейшара кемпірді тыңшыға балап, тынымен ұйқы көрмей, осындай масқара іске барғаным не? Мен өзімді өзім сөге бастадым. Телефондағы әңгіме шынымен де мысық туралы болған шығар. Анал сурет жай ғана ұқсастық. Арманның хат жазғанда кездей соқтық. Мен бәрін бір-біріне қосып, қиялымда үлкен қастандық теориясын құрастырып алыппын. Ұяттан өртеніп, сөмкені қайта жаппақ болдым. Киімдерді орнына салып, жайнамазды ұқыптап бүктеп жатқанымда, саусақтарым сөмкенің астарына тірелді. Астардың астында, матаның арғы жағында бір қатты заттың бар екені анық сезілді. Ол жай бүктеліп қалған қағаз емес, одан қаттырақ, төрт бұрышты бірдеңе. Дәл сол сәтте, сөмкенің аузын жаба бергенімде, саусақтарым астарының қалтарысындағы бір қатты нәрсеге тиіп кетті. Бұл жай матаның қатпар емес еді. Тым қатты, тым тегіс. Ішкі қалтаның астарына арнайы тігілген сияқты. Мүмкін картонға шығар, сөмкенің формасын ұстаттыратын, деп ойладым бір сәт. Бірақ ішімдегі бір түйсік жіберер емес. Тексер, ашып көр деп, біреу сыбырлағандай болды. Не істерімді білмей бірнеше секунд қатып тұрдым. Егер жыртып алсам, кемпір байқап қояды. Өзгенің затын білдіргенім үшін ұятқа қалам. Ал егер ішінде менің күдігімді растайтын бірдеңе болса ше? Қолым дірілдеп, тырнағыммен астардың ескіріп, сөгіле бастаған тігісін іле бердім. Матаның сықыр еткен дыбысы бөлменің ішінде жаңғырып еткендей болды. Жүрегім аузыма тығылды. Ақырын асықпай сөгіп едім. Саусақтарым бүктелген қағазға тиді. Жай қағаз емес, бірер жыл сақталған, әбден сарғайған құжат екені байқалып тұр. Абайлап суырып алдым да, жанымдағы төсек шамының жарығына тостым. Қалтыраған қолмен қағазды ашқанымда, көзім бірден кириллицамен басылған таныс есімге түсті. Арман. Бұл Арман Серікұлының туы туралы куәлігінің ескі көшірмесі екен. Денем мұздап, демімді ішіме тартып қатып қалдым. Құжатты қайта-қайта оқып шықтым. Туған жылы, күні, әкесінің аты жөні бәрі сәйкес келеді. Анасы деген бағанда маған таныс емес бір әйелдің аты жөні жазылып тұр. Бір сәт басым қатып, ештеңе түсіне алмадым. Бұл қалай болғаны? Бұл құжаттың Күләш апаға не қатысы бар? Сосын көзім құжаттың төменгі жағындағы анық әрі ірі жазумен толтырылған бағанға түсті. Әжесі деген сөздің тұсында Күләш Қайратқыз деп тайға таңба басқандай жазылып тұр. Күләш Қайратқызы. Миымда бір нәрсе шарт етіп үзілгендей болды.
Сол мезетте барлық пазл өз орнына келді. Еденнен тауып алған Арманның бала кезіндегі суретіне айнымайтын кішкентай баланың фотосы. Жақында ұлды боламыз ғой, құдайым қаласа, деп телефонмен сыбырлап сөйлескені. Тап сол күні кет алмай қалып қоюы. Бәрі бір-бірімен байланысып, менің көз алдыма сұмдық бір көріністі құрап шықты. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес еді. Бұл алдын ала мұқият ойластырылған, зымиян жоспардың бір бөлігі. Қолымдағы мыжылған қағазға қарап, мелшиіп отырып қалдым. Менің үйімде қонақ емес, маған өз ажалын күткен жыландай кірген жау отыр екен. Ал мен аңқау, оны өз қолыммен кіргізіп, төріме шығарыппын. Денемді мұздай тер басып, саусақтарымның ұшынан жаным шығып кететіндей сезіндім. Қолымдағы бүктелген қағаз жай ғана құжат емес, менің өміріме басып кірген қауіптің нақты айғағы еді. Арманның туу туралы куәлігінің көшірмесі. Әжесі Күләш Қайратқызы. Есімі солай жазылып тұр. Күләш. Менің үйімде ұйықтап жатқан мейірімді әжей. Көз алдындағы барлық жұмбақ бөлшектері бір сәтте бірігіп сұмдық суретті құрады. Ұзын ағаштан келген бейшара кемпір, Арманға ұқсайтын баланың суреті, жақында ұлды боламыз деп сыбырлап сөйлескені, бәрі алдау, таза өтірік. Олар менің баламды менен тартып алмақшы. Қорқыныштан бұрын кеудемді өртеген ашу лезде булықтырды. Менің ішімдегі қорғансыз сәбиімді алдап соққандар ма? Ақымақ қылып, сеніміме кіріп, ең әлсіз сәтімді пайдаланбақшы болғандар ма? Аяғымның астындағы жер ойылып кеткендей болды. Жүрегім кеудемді жарып шығатындай соғып, тамағыма бірдеңе кептеліп қалды. Ақырын артқа шегініп, әр қадамымды андап бастым. Қонақ бөлмеде ұйықтап жатқан әйелдің әрбір тынысы құлағыма қатерлі жаңалықтай естіліп тұрды. Ол қасқыр. Ал мен оны қой терісін жамылып келгенде, өз қолыммен қорама кірдісіппін. Өз бөлмеме қалай жеткенімді білмеймін. Есікті жауып, ішіндегі кілтті 2 рет бұрадым. Шып еткен дыбыс бүкіл пәтерге естілгендей болды. Арқамды есікке сүйіп, сырғып отыра кеттім. Денем қалтырап, тістерім бір-біріне соғыла бастады. Олар баламды менен тартып алмақшы деген ой миымда даңғырадай қағылып тұрды. Полиция шақыру керек пе? Не деп айтамын? Маған бір әжей қонуға келіп еді. Ол баламды ұрламақшы сияқты деймін бе? Олар мені жындыханаға жіберетін шығар. Дәлелім не? Бір парақ қағаз ба? Олар бәрін оңай жоққа шығарады. Жалғыз сенетін адамым Мадина. Телефонды қолыма алғанымда, саусақтарым дірілдеп экрандағы сандарды әрең тердім. Құрбымның даусын естігенде еріксіз жылап жібердім. Тек сыбырлап сөйлеуге ғана шамам келді. Мадина, көмектесші, мен қатты қорқып отырмын дедім, демім тарылып. Үйде жалғыз емеспін, әлгі әжей, ол Арманның әжесі боп шықты. Мен оған бәрін басынан бастап жасырмай айтып бердім. Әр сөзінді жұтып қоя жаздап, телефонның ар жағындағы Мадинаның қалай тым-тырыс бола қалғанын сездім. Оның да шошып кеткені анық. Тыныштал Айзере, ең бастысы тыныштал деді. Ол бір сәттен соң қатаң үнмен. Бұрынғыдай еркелетіп сөйлеген жоқ. Менің мұқият тыңда. Сен қазір ештеңе білмеген адам сияқты боласың, түсіндің бе? Есікті ашта, ештеңе сездірме. Ол оянса, шай осын, әңгімеге тарт. Ең бастысы, ол сенің күдігіңді біліп қоймау керек. Еш қайдайда шықпа, ешкімге хабарласпа. Мен қазір саған қарай шықтым. Көлік кептелісімен кем дегенде 1 сағатта жетемін. Сабыр сақта, есікті ешкімге ашпа. Мен жеткенше шыда. Телефонды қойғаннан кейін бөлмедегі тыныштық одан сайын басып бара жатқандай болды. Жоспар бар. Бірақ сол жоспардың ең қиын бөлігі маған жүктеліп тұр. Қазір мен жапқыштың апанында отырып, оған күлімдеп қарауым керек. Жүрегімнің түбіндегі барлық үрей мен ашуды ішіме жасырып, мейірімді, аңғал қыздың рөлін ойнауым керек. Керен тыныс алып орнынан тұрдым. Бөлме есігінің құлпын ашқандағы дыбыс мен үшін соғыстың басталғанын білдіретін дабыл сияқты естілді. Енді артқа жол жоқ. Мен тек өзім үшін ғана емес, құрсағымдағы періштем үшін де соңына дейін күресуім керек. Терең дем алып, бөлменің есігінің тұтқасына қолымды создым. Темірдің суығы денемді тітіркендіріп өтті. Дәл қазір мен актриса болуым керек. Өмірімдегі ең маңызды, ең қорқынышты рөлді ойнауым керек. Мадина келгенше шыдауым керек. Ештеңе сезбеген, ештеңе білмеген, жай ғана қонағына шай ұсынғалы жатқан қарапайым жүкті әйел. Осы ойлар миымда жаңғыр сияқты қайта-қайта айналып жатты. Аяғымды әрең басып, қонақ бөлмеге шықтым. Күләш апа диванда жайбарақат отыр. Қолында менің журналым. Жүзінде мысқылда күдікте жоқ. Жай ғана мейірімді әженің кейпі. Бірақ мен үшін оның бұл кейпі енді жыланның арбап тұрған көзінен де қауіпті еді.
Жүрегім кеудемді жарып шығардай дүрс-дүрс соғып жатыр, бірақ мен сырттай күлімсіреуге тырыстым. Апа, шай ішеміз бе? Жүріңіз, жаңадан басып қояйын дедім. Даусының дірілдегенін сездірмеуге тырысып. Ол маған басын көтеріп қарады. Көздері. Сол сәтте оның көздерінен бір суық ұшқын жылт еткендей болды. Ол менің бетіме емес, ішіме, ойыма үңіліп жатқан сияқты еді. Әрине қарағым, сенің қолынан шай ішкенге не жетсін? Деді ол орнынан тұрып. Оның әрбір қимылы баяу, салмақты, ал менің әрбір қозғалысым үрейге толы. Ас бөлмеге келіп, шайнекке су құйдым. Қолым қалтырап, судың біразы еденге төгілді. Байқамай қалдым, деп күбірледім де, тез сүртіп тастадым. Күләш апа үнсіз, бірақ оның үнсіздігі мұндаған сұрақтан да ауыр еді. Ол менің әрбір қимылымды, тіпті қалай дем алғанымды да бақылап тұрғанын сезіп тұрдым. Уақыт созылып кеткендей. Шайнектің суы қайнағанша бір ғасыр өткендей болды. Қабырғадағы сағаттың тықылы құлағымды тесіп барады. Тық, тық, тық. Жүйкемнің соңғы талшықтарын үзетіндей. Ішімдегі сәбиім кенет қатты теуіп жіберді. Мен ішімді сипап, еріксіз жымидым. Ол да бірдеңені сезіп жатқандай. Тыныш ботағаным, бәрі жақсы болады. Анан сені ешкімге бермейді деп, іштей сыбырладым. Осы ой маған күш бергендей болды. Шайды кесеге құйып, дастарханға келдім. Алыңыз апа. Ол шайдан бір ұрттады да, көзін менен алмай отырып, қызым, ренжімесем бірдеңе сұрайын. Түрім бозарып кетіпті ғой, мазаң болмай тұрма деді. Менің денем мұздап кетті. Ол сезіп қойды ма? Жоқ. Бұл жай ғана оның сынағы. Мен сабыр сақтауым керек. Жоқ апа, жай, жүктілік қой. Кейде басым айналып кетеді, бәрі жақсы деп жалған күлдім. Біз үнсіз шай ішіп отырмыз, бірақ бұл тыныштық дауыл алдындағы тымырсық тыныштық еді. Әрбір секунд мен үшін азап. Терезеге қараймын, есікке қараймын. Мадина қайда? Ол келе жатыр ма? Әлде басқа біреулер ме? Дәлізден естілген кез келген дұрыстан денем селк етеді. Міне, жоғарыдағы көршінің есігі жабылды. Жоқ, ол емес. Міне, лифттің гуілі естілді. Ол тоқтамай жоғары көтеріліп кетті. Жүрегім орнына түскендей болды, бірақ бірнеше секундқа ғана. Күтуден асқан азап жоқ екен. Кенет Күләш апа қолындағы кесесін үстелге қойды да маған тіке қарады. Оның жүзіндегі мейірім маскасы сыдырылып түскендей. Енді маған қарап отырған жай бір бейшара әже емес, өз дегеніне жетпей қоймайтын қатыгез есепшіл адам еді. Оның көзқарасынан мен өзімнің қандай торға түскенімді анық ұқтым. Дәл сол сәтте дәлізден лифттің біздің қабатқа келіп тоқтаған дыбысы анық естілді. Дың. Бұл дыбыс менің жүрегімнің соғысын тоқтатып жібергендей болды. Есіктің қоңырауы ащы шыңғырып, пәтердегі өлі тыныштықты бөлгенде мен селгете қалдым. Қолындағы ыстық шай толы кесе дірілдеп кетіп, ішіндегі сұйықтық шалбарыма тамытта үлгерді. Бірақ мен оны сезген жоқ. Жүрегім кеудемді жарып, шығардай соғып, бар назарым есікке ауды. Мадина. Бұл сол болу керек. Жаратқан-ай, ақыры жетті-ау. Ішімде бір үміт оты тұтанып, жан ұшыра орнынан атып тұрдым. Санама тезірек аш дегеннен басқа ой келмеді. Менің құтқарушым есіктің арғы жағында тұр. Есікке қарай бір-екі қадам басқаным сол еді. Білегімнен біреудің мұздай қолы темірдей қысып мені тоқтатты. Артыма жалт қарасам, Күләш апа. Тап қасыма қашан келіп қалғанында байқамаппын. Оның жүзінде мен бірнеше күн бойы көріп жүрген мейірім мен жанашырлықтан жұрнақта қалмапты. Кішкентай көздері суық жылтырап, бетіндегі әрбір әжім қатайып, тастай қатты кейіпкенген. Ол менің көзіме тіке қарап, даусы да мүлде бөтен, қарлыққан үнмен сыбырлады. Қозғалма қызым. Олар келді. Олар? Денемді мұздай тер жауып өтті. Менің кімге келгенімді бұл қайдан біледі? Мадина туралы айтып тұрған жоқ екенін ішім сезді. Менің құтқарушым емес, менің жендеттерім келді. Апаның қолынан жұлқынып шықпақ болып едім, бірақ оның бойында күшке таңғалдым. Қарт адамға ұқсамайтын мығым қол білегінді босатар емес. Сол сәтте есіктің құлыбы сырт етіп баяу ашыла бастады. Олардың өз кілті болған. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Есік толық ашылғанда, табалдырықта екі адамның сұлбасы пайда болды. Екеуі де тас түйін денелі жеттер. Қара күзге лайықсыз, жұқа күрте кигендеріне қарағанда, көліктен енді түскендері көрініп тұр. Олардың жүзі маған таныс сияқты еді. Арманның ағалары. Мен оларды бір-ақ рет, оның туған күнінде алыстан көргенмін. Екеуі де үндеместен, суық көздермен пәтер ішін бір шолып өтті де, маған қадалды. Олардың көзқарасынан жыққыштың өз жемтігіне қараған ашқарақ мейірімсіздігі аңғарылатын.
Мыстары мені басып, тілімді жұтып қойғандай қалшып тұрып қалдым. Күләш апа менің білегімді босатып, алға бір адым аттады. Ол енді бүкірейген, бейшара кейуана емес, өз әскерін бастап келген қолбасшыда еңселі көрінді. Үйдегі бар билік соның қолына өткендей, ауада зіл батпан салмақ орнады. Ол маған бұрылып, жаңа ғана тамағымнан өтпей қалған шайды нұсқап, даусында мысқыл аралас, үкім оқығандай салмақпен сөйледі. Баланы дүниеге әкелесің, сосын бізбен бірге кетесің, келін. Бол біздің ұрпақ. Дәл сол сәтте баспалдақ алаңынан аяқ дыбыстары естілді. Мен Мадина деп ойлап үлгергенімше, үстіме форма киген бейтаныс ер адаммен бірге құрбымның өзде пәтерге атып кірді. Есіктің алдын керіп тұрған екі жігітте, Күләш апада оларды көріп, бір сәтке селгете қалды. Мадинаның көздері шарасынан шырып кетердей, ол бір маған, бір Арманның ағаларына кезек-кезек қарап: «Айзере, саған не болды? Мыналар кім?» деп айқайлап жіберді. Осы сөздер отқа май құйғандай болды. Бөлмеде нағыз айқай-шу, базардың ішіндегідей топалаң басталды. Бұл отбасының ішкі шаруасы, араласпаңдар, деп Арманның үлкен ағасы учаскелік полицейдің алдын кескестеп, оны итеріп жібермек болды. «Азамат, қолыңызды тартыңыз», деді полицей сабырлы, бірақ қатаңыммен. «Тыныштық сақтаймыз». Күләш апада қарап қалмады. Оның жүзіндегі бағанағы сабырлы қатыгездіктен ізде қалмапты. Енді ол кәдімгі жәбірленген, немересі үшін жаны шырылдаған әжейдің рөліне қайта еніп алғандай. Ол екі қолын жайып, даусын барынша шығарып айқайға басты. «Менің еш жазырым жоқ, бұл менің туған немерем, біздің қан, оны алуға менің толық құқым бар. Мына қыз немеремді бізден тартып алмақшы». Оның даусы бүкіл подъезді басына көтергендей болды. Мен Мадинаның артына тығылып дір-дір етемін. Денем мұздап, ішімдегі сәбиімнің де тыпырлап мазасызданғанын сездім. Қарсы беттегі көрші Сәуле апайдың есігі сықыр етіп ашылды. Есіктің саңылауынан, оның гүлді халатының бір шетімен барлауштай сығалаған қызыққұмар көзінен басқа ештеңе көрінбейді. Менің жеке басындағы трагедиям енді бүкіл үйге тегін қойылым болып жатқандай. Ұяттан өртеніп бара жаттым. Полиция қызметкері жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінді. Ол рациясымен сөйлесіп, тағы да көмек шақырды ма білмеймін. Бірақ оның түрі бұрынғыдан да қатайып, дауысы енді бұйрық райында шықты. «Болды, айқайды тоқтатыңдар. Қазір бәрің бөлімшеге барасыңдар. Арыз жазылады, тергеу жүреді. Кімнің қандай құқы бар екенін сол жерде анықтаймыз. Ал сіз азаматша», деп ол маған бұрылды. «Сізден де арыз алуымыз керек». Арманның ағалары бір-біріне қарап, бұдан әрі қарсыласудың пайдасыз екенін түсінгендей болды. Күләш апа сонда да тоқтамады. Ол мені саусағымен нұсқап: «Сен әлі өкінетін боласың, қалқам. Біздің ұрпақты ешкімге бермейміз, есінде болсын», деп айғай салды. Сол сәтте менің де ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Бар күшімді жинап, дірілдеген дауыспен: «Кетіңдер, менің үйімнен, кетіңдер», деп айқайладым. Полицей оларды сыртқа қарай итермелей бастады. Олар кетіп бара жатып та, артына жалт-жалт қарап, маған жеп көрердей көздерін қадап өтті. Есік жабылып, дәліздің ішіндегі айқай-шудың жаңғырығы әлі тұрғандай. Үйде өлі тыныштық орнады. Мен еденге сылқ ете отыра кеттім. Дәліздің еденіне тамған көз жасынан басқа еш нәрсені байқамадым. Бұл тыныштық бағанағы айқай-шудан да қорқынышты еді. Келесі таң атқанда пәтерде өлі тыныштық орнаған еді. Кешегі айқай-шудан, дүрбелеңнен ешқандай белгі қалмаған, бірақ сол оқиғаның салқын лебі ауада қалықтап тұрғандай. Мен жалғыз едім. Түнімен кірпік қақпай төсегімде дөңбекшіп шықтым. Әрбір сыбдырдан, сырттағы лифтінің гүрілінен, көршінің есігі жабылған дыбыстан денем тітіркеніп, жүрегім аузыма тығыла берді. Менің жылы ұям, менің қамалым бәрі бір-ақ күнде бұзылған, талқандалған еді. Орнымнан тұрып ас үйге бардым. Күләш апа шай ішіп отыратын орындық бос тұр. Оның мейірімді кейпі, жылы сөздері есіме түскенде, денемді ашу мен жиіркеніш биледі. Барлығы өтірік, барлығы менің сеніміме кіріп, баламды тартып алу үшін жасалған сұмдық жоспардың бір бөлігі. Аяғының астындағы еденге қарадым. Кеше осы жерде Арманның ағалары тұрды. Олардың суық көзқарастары әлі көз алдымда. Үйім енді қауіпсіз орын емес. Жау басып кірген, ізі қалған жерге айналған. Тазалықты сүйетін мен үшін бұл ең ауыр соққы еді. Әр бұрыштан, әр заттан сол сұрқия әжей мен оның туыстарының бейнесі көрінетіндей. Бір сәтте бойымды әлсіздікпен қорқыныш жайлап, еденге отыра кеттім. Жылап барлығын ұмытып, бір жаққа қашып кеткім келді. Бірақ дәл сол сәтте ішімде жатқан сәбиімнің қозғалғанын сездім. Кішкентай ғана бүлдіршіннің нәзік тебісі мені бірден есіме түсірді.
Мен енді жалғыз емеспін. Менің қорғауыма мұқтаж, маған үміт артып отырған кішкентай періштем бар. Сол сәтте бойымдағы барлық қорқыныш пен күйзеліс ысырылып, орнына бұрын соңды болмаған бір тас түйін күш пайда болды. Бұл аналық махаббаттың, өз баласы үшін бәріне дайын тұратын қайсарлықтың күші еді. Мен енді жәбірленуші емеспін, мен күрескермін. Орнынан атықтырдым да, беті қолымды жуып киіне бастадым. Жылап сықтаумен ештеңе шешілмейді. Күресу керек. Өзім үшін емес, құрсағымдағы періштем үшін. Дереу учаскелік полиция бөлімшесіне қарай бет алдым. Тергеушінің кабинетінде отырып кешегі оқиғаны бастан аяқ ешбір деталін қалдырмай айтып бердім. Арманның әжесінің қалай келгенін, қалай сеніміме кіргенін, тапқан құжатымды, соңындағы қоқан лоққыны бәрін арызыма түсірдім. Менің басты талабым Арманның бүкіл отбасына қарсы сот арқылы, олардың маған және менің үйіме 50 метрден жақын келуіне толықтай тыйым салатын шешім шығарту болды. Қолыма ресми арызымның қабылданғаны туралы қағаздалғанда, сәл де болса жеңілдеп қалдым. Бұл жай ғана қағаз емес, бұл менің алғашқы қадамым, менің соғысымның бастамасы еді. Бірақ үйге қайтып келгенде, қолымдағы құжатқа қарамастан, пәтерімнің әлі де сол жат, суық күйінде тұрғанын сезіндім. Заңды түрде қорған салғаныммен, жанымдағы жара әлі жазылмаған еді. Полиция кетіп, пәтерде өлі тыныштық орнағанда, менің жан дүниемдегі дауыл енді басталғандай еді. Мадина есікті жауып, жаныма келді де, үнсіз құшақтай алды. Мен оның ығына басымды қойып, дыбыссыз жыладым. Көз жасын таусылатындай емес, кеудемдегі бар ашу мен үрей сонымен бірге ағып жатқандай. Бәрі бітті Айзере, бәрі артта қалды. Кеп сыбырлады ол шашынан сипап. Бірақ мен ештеңенің бітпегенін сездім. Бұл тек басы ғана сияқты. Мадина мені төсегіме жатқызып, өзі ас үйге кетті. Көп ұзамай қоюлатып демделген шайдың жұпары бөлмеге тарай бастады. Ол мені жалғыз қалдырмады. Сол түні ол қасында болды. Мен әр сыбдырдан шошып оянып, ол менің қолынан ұстап, тыныштандырып отырды. Таңертең ол мені тұрғызбады. Телефонымды алып, барлық кіріс қоңырауларға өзі жауап берді. Түске таман ол жаныма келіп отырды. Қолында менің телефоным. Айзере, ата-анаңа хабарласуымыз керек. Олар білуге тиіс. Деді ол ақырым, бірақ қатаң үнмен. Мен басымды шайқадым. Жоқ, Мадина. Маманың жүрегі онсыз да ауырады. Папаның қан қысымы көтеріледі. Оларды уайымдаққым келмейді. Олар уайымдамағанда кім уайымдайды? Деді Мадина даусын сәл көтеріп. Олар сенің әке-шешең. Мұндай жағдайда сенің жаныңда болу олардың парызы. Ал сенің оларға сүйенуің сенің құқығың. Қазір өзіңді емес, ішіңдегі баланы ойла. Оған мықты қорған керек. Жалғыз өзің бәріне төтеп бере алмайсың. Оның сөздері жаныма батса да, шындық екенін мойындадым. Телефонды алып, тараздағы анамның нөмірін тердім. Тұтқаның аржағынан анамның таныс, жұмсақ даусы естілгенде, еріксіз егіліп жібердім. Мен ештеңе айта алмай, тек өксіп жылай бердім. Телефонымды Мадина алды да, жағдайды қысқаша түсіндіре бастады. Бірнеше минуттан кейін тұтқаны әкем алды. Оның әдеттегі сабырлы даусы болаттай қатайып шықты. Қызым, мені естіп тұрсың ба? Еш уайымдама. 1 сағаттан кейін әуежайға барамыз. Ертеңгі таңғы 1-ші рейспен Алматыда боламыз. Еш қайда шықпа. Есікті ешкімге ашпа. Мадина жанынан шықпасын. Түсіндің бе? Сол сөздерді естігенде ығымнан ауыр жүк түскендей болды. Мен жалғыз емеспін. Менің артында Асқар таудай әкем мен қамқор анам бар. Ертесіне пәтерім нағыз штабқа айналды. Таңертең ата-анам ұшып келді. Анам мені құшақтап ұзақ жылады. Ал әкем үндемей, пәтердің ішін бір шолып шықты да. Енді бұл үйде ешкім саған тиісе алмайды деді, нық сеніммен. Көп ұзамай достарым жинала бастады. Біреуі ыстық бауырсақпен бір үлкен қазан сорпа келді. Екіншісі заңгер құрбым, ары қарай не істеу керектігін айтып, жоспар құра бастады. Телефоным бір сәтке де тынбады. Хабарламалар мен қоңыраулар толастамады. Кеше ғана қапасқа айналған шағын пәтерім бүгін жылу мен қамқорлыққа толы, нағыз қамалға ұқсады. Бірнеше жыл бұрын Алматыға келгенде мен жалғыз едім, ал қазір менің жанымда, мен үшін жаным беруге даяр тұтас бір армия бар екенін түсіндім. Мен енді жәбірленуші емеспін, мен қорғаны бар, болашағы үшін күресетін анамын. Сол түні, достарым мен ата-анам жанымда болғанда, мен ұзақ уақыттан бері алғаш рет тыныш ұйқыға кеттім. Ішімдегі сәбиім де, менің тынышталғанымды сезгендей, ақырын ғана қимылдады. Енді бәрі жақсы болатынына сенгім келді. Кешегі сұмдықтан кейін пәтерім өзімдік емес сияқты. Әр бұрыштан Күләш апаның суық жүзі елестейтіндей. Айналамдағы заттарда жат болып кеткен. Әкем мен шешем түнде Тараздан ұшып келіп, қасынан бір елі қалмайды. Мадина да жанымда.
Олардың қамқорлығы болмаса, есімнен адасып кетермедім, кім білсін. Бірақ олардың аяушылықпен қараған көздерінен өзімді одан сайын сорлы сезінемін. Полиция бөлімшесі, арыз жазу, түсініктеме, бәрі тұманның ішіндегідей. Ең бастысы, сот олардың маған және болашақ балама 1000 километрден жақын келуіне тыйым салатын шешім шығарды. Бірақ бұл қағаз жүзіндегі тыныштық қана екенін жүрегім сезетіндей. Түстен кейін қалтамдағы телефоным безек қақты. Экранға үңілсем, бейтаныс нөмір. Жүрегім атқақтай жөнелді. Тағы кім? Тағы не керек? Кім бұл? Деді анам үрейлене қарап. Бітейін, танымайтын нөмір, деп жауап бердім де, қоңырауды сөндіре салдым. Бірақ нөмір қайта-қайта тере берді. Үшінші рет шырылдағанда шыдамым таусылды. Бәлкім полициядан шығар, дедім де, дәлізге шығып қоңырауды қабылдадым. Алло, дедім салқын үнмен. Айзере? Тұтқанның аржағынан естілген дауыстан денем мұздап сала берді. Бұл арман еді. Бірақ мен білетін өзіне сенімді, кейде тәкаппар дауыс емес, қатты қорыққан, дірілдеген, жалынышты үн. Саған не керек деп айқайлап жібердім. Мені енді мазаламаңдар. Естідің бе? Ешқашан. Тоқташ Айзере, өтінемін, тыңдаш мені, деді ол егіліп. Мен ештеңе білген жоқпын. Ант етемін, әжемнің бұл жоспарынан мүлдем бейхабар болдым. Олардың саған қысым жасағанын, мені кінәлағанын білесің. Бірақ баланы ұрлап әкету, бұл енді шектен шыққандық. Оның даусынан шын өкініш сезілді. Бірақ мен енді ешкімге сенбейтін күйге жеткен едім. Өтірік, бәрің бір ауыздан сөз байласқансыңдар. Сенің әжең, сенің ағаларың, бәрің. Жоқ, деді ол даусы қарлап. Олар маған басқаша айтты. Сенімен татуластырамыз, немеремізді көреміз деді. Әжемнің сенің үйіңде екенін де кеше ғана білдім. Айзере, тыңдашы, бұл жерде мәселе тек менің отбасымда емес. Мәселе одан да тереңде. Мен саған бәрін айтуым керек. Өйткені сендерге үлкен қауіп төніп тұр. Оның соңғы сөздерінен денем шымырлап кетті. Қандай қауіп? Тағы не ойлап таптыңдар? Ол біраз үнсіз қалды да, әзер дегенде сыбырлап сөйлей бастады. Менің отбасым. Әкемнің ісі жүрмей біраз қиындыққа тап болды. Олар өте ықпалды бір адамға мойнынан асатын қарызға батқан екен. Ол адам, ол жай біреу емес. Қарызды ақшамен қайтару мүмкін болмаған соң, олар. Арман сөзін жалғай алмай тұтоқ қалды. Не олар? Айтсаңшы, деп айқайладым, шыдамым таусылып. Терең күрсімлен Арманның даусы енді анық дірілдеп шықты. Олар сол қарыздың өтеуі ретінде, ер бала сұраған, мұрагер ретінде. Сол кезде әжем сенің ол күтіп жүргеніңді біліп, оларға біздің болашақ ұлымызды уәде еткен. Телефонды қолынан түсіріп ала жаздадым. Құлағым шынылдап, көз алдым қарауытты. Демек бәрі бекер. Күләш апа немересін ойлап келмеген. Олар менің баламды біреудің қарызын өтеу үшін саудаға салған. Менің періштемдес, істегі шарасыз сәбиді. Қауіп тек менің туыстарынан емес, Айзере, деп жалғастырды Арманның үрейлі сыбыры. Негізгі қауіп сол адамдардан. Олар баланы алу үшін ештеңеден тайынбайды. Әжемнің бұл әрекеті солардың қысымы. Енді олар сенің қайда екеніңді біледі. Қаш, Айзере, өтінемін, баланы ал да, көрінбейтін жерге кет, ешкімге сенбе. Тұтқаным ар жағында байланыс үзілді. Мен қабырғаны жағалап, еденге сылқ ете түстім. Бәрі енді түсінікті болды. Менің жауым тек Арманның отбасы емес екен. Менің жауым аты жөні белгісіз, бірақ өте қауіпті, ықпалды күш. Ал мен олардың жолындағы кедергімін. Алматының ортасындағы жайлы пәтерім енді менің қамалым емес, ашық нысанаға айналған шыны тор сияқты еді. Арманның қоңырауынан кейін мен қанша уақыт бойы телефонды қолыма қысып, мелшиіп отырғанымды білмеймін. Пәтердегі тыныштық құлақты тұндыратындай еді. Бірақ менің басымның іші мыңдаған дауыстарға толып, ызы қиқы болып жатты. Уәде еткен, мұрагер ретінде, ықпалды адам. Бұл сөздер миымда қайта-қайта жаңғырып, суық терге малындырды. Демек, мәселе тек Арманның отбасының ақмақ намысында емес екен ғой. Мәселе одан да тереңде, одан да қауіпті екен. Менің құрсарымдағы, әлі дүние есігін ашпаған сәбиім біреулердің ойындағы құралға, біреулердің орнын басатын мұрагерге айналып үлгеріпті. Менің баламның тағдырын менен сұрамай-ақ шешіп қойыпты. Бұрынғы қорқыныш басқаша еді. Ол белгісіздіктен туған үрей болатын, ал қазіргі қорқыныш нақты, анық, оның аты да, заты да бар. Ол тек Күләш апа мен оның екі баласы емес. Ол біздің өмірімізді бір-ақ сәтте жоқ қыла алатын, көлеңкеде жасырынған үлкен күш. Сол сәтте мен ішімде бірдеңенің үзілгенін сездім. Бұрынғы жаутаңдаған, жәбірленген, тағдырдың тәлкегіне көнген Айзере жоқ болды.
Оның орнына ішімде ызғарлы бір мұз пайда болды. Бұл менің баламды қорғауға деген аналық түйсігім еді. Енді мен тек жәбірленуші емеспін. Енді мен қолында аса маңызды ақпарат бар. Жаудың кім екенін білетін адаммын. Ойыма бірінші келгені қашу. Мадина айтқандай, заттарымды жинап, ешкім білмейтін алыс бір қалаға кетіп қалу. Аты жөнімді өзгертіп, жаңа өмір бастау. Бірақ мен бұл ойдың қаншалықты ақымақтық екенін бірден түсіндім. Олар мені жердің түбінен болса да табады. Егер олардың қолы сонша ұзын болса, мен қайда тығыла аламын? Олар үшін мені табу уақыттың ғана еншісіндегі шаруа. Өмір бойы қорқып, әр сыбдырдан шошып, артыма жалтақтап өмір сүру. Мен балама ондай тағдырды қаламаймын. Орнынан баяу тұрып, терезеге жақындадым. Сыртта кеш батып, қаланың шамдары жана бастаған. Алыста асқақтап тұрған Алатаудың мұз басқан шымдары қызғылт түске боялып, мәңгілік тыныштықпен мені бақылап тұрғандай. Осы ұлы таулардың қасында менің мәселем қандай ұсақ көрінгенімен, менің күресім дәл осы таулардай мықты болу керектігін түсіндім. Қашу, жеңілу дегенсіз. Ал мен жеңілмеймін. Мен соңына дейін күресемін. Полиция бұл істе дәрменсіз. Олар мені Күләш апа сияқтылардан қорғай алар, бірақ көлеңкедегі ықпалды адамдармен шайқаса алмайды. Бұл басқа деңгейдегі ойын. Демек, маған да басқаша көмек керек. Маған заңның әрбір қалтарысын білетін, қажет болса сол заңды өзіме қару ете алатын адам керек. Мадинаның бірде жұмыс бабымен айтып қалған бір заңгер есіме түсті. Оны кез келген тығырықтан жол табатын адам деп сипаттаған еді. Мен ол кезде бұл сөзге мән бермекпін. Қазір сол адам менің жалғыз үмітім сияқты көрінді. Телефонымды алып, интернеттен оның кеңсесінің нөмірін іздей бастадым. Әрбір басқан саусағым дірілдеп, жүрегім кеудемнен шығып кетердей соғып тұрды. Нөмірді таптым. Бір сәт ойланып қалдым. Осы қоңыраудан кейін бәрі өзгереді. Бұрынғыдай тыныш өмірге қайтып оралу мүмкін болмайды. Бұл соғыс жариялаумен тең. Бірақ менің балам үшін, оның болашағы үшін мен бұл соғысқа дайынмын. Терең дем алып, қоңырау шалу түймесін бастым. Енді мен жалғыз емеспін. Мен өз ерінті үшін соңына дейін күресетін